Кеше үйге барған соң қызық болды деп едім ғой. Міне қызық осы күйеуім, бүгін сен әдемі болып тұрсың. Салоннан келдің, мен түсінемін сені. Бүгін демалғын, мен саған тамақ істеп беремін деп үйдегілерге бәрімізге осындай балықты мариновать етіп істеді да. Сен пияз ашып бер деп қойды. Ашымақ түгіл турап беремін десем, жоқ, мен өзім тураймын, әдемі қылып дейді ғой. Боптыны деп былай пияздарын қойып атты да, бұл жанып кетпей ме газ духовкада десем, жаным ау пергаментпен жабам ғой бетін дейді да. Үйде пергамент тозылып қалған сияқты еді дедім да, сөйтсем бар екен. Сонымен пергаментпен бетін жақсылап жауып духовканы қыздырып қойдық. Ол қызғанша осылай күте тұрдық та, мына балдар балықты жемей қойса не болады, гарнирге бір нәрсе пісіріп тастайын деп осындай пюре істейін деп жақсылап жуып, осылай микроволновкаға 15 минутқа таперный ыдысына пісіріп алдым. Сосын мынау бетіндегілерін алыптық та, жаңағы пергаментті, сосын суы шығып тұр екен. Тағы да духовкаға салып, суы сәл кепсін деп пісіріп алайық деп мен совет бердім. Күйеуіме сөйтіп пісіруге салып қойдық. Сен пюрем де дайын болып қапты. Осыны өйстіп пиалайды майлап, екі жерге өйстіп қойдым да. Ары қарай, мен істеп кеттім ғой, күйеуім болды, шаршадым деді. 45 ыдыс аяқ жинап қойған. Сонда да бопты деп, бірақ еркектердің дайындаған тамағы өте дәмді болады ғой. Рецепт керек болса рецепт деп жаза кетіңіздер, мен күйеуіме айтамын да, оқырмандарым рецепт сұрап жатыр. Давай тағы да бір пісірші депше, тағы бір күні пісіртіп алу керек болып тұр. Атам мына жерде таң қалып отыр ғой, мә күшті тамақ істепсің ғой, келін деп қояды. Рахмет деп қоясың ғой, бірақ күйеуім мен істедім ғой папа деп айтпайды ғой деймін да. Ырза болып қалғансың ғой.